амандасыңдар ма балалар? Бір-бірімізбен амандасып алайық. Жақсы, көрші топтар. Жақсы. Балалар, отыра қойыңдар. Көңіл-күйлерің қалай? Сабаққа дейін? Жақсы. Тамаша. Олай болатын болса, балалар, біз бүгін өткен сабақты пысықтау үшін, бір есімізге түсіріп алу үшін үй жұмысына кезек берейік. Мен сіздерге үй жұмысын біз қазір Word-All платформасы арқылы айналмалы шеңбер әдісімен сұрағым келіп отыр. Қазір шеңберге кімнің есімі түседі, сол оқушы. Мәселен, Жанеркеден сұрақ, Мансұрдан жауап деген сияқты бағдарға келіп түссе, сол оқушы сұрақ қояды, келесі оқушы ол сұраққа жауап беретін болады. Түсіндік па, балалар? Олай болатын болса, бастаймыз. Батырханнан сұрақ, Ахмедиден жауап. Ал, Батырхан. Мағжан Жұмабаев Батыр Баян поэмасын қашан жазды, қай жақта? Қашан, қай жақта жазды? Мағжан Жұмабаев Мұхтар Әуезовтың пәтерінде бір түн ұйықтамай осы поэмасын жазып шыққан болатын. Қай жылы жазған, білесің ба? 1921. 21 ма? Дұрыс па? Дұрыс па? Оп, жақсы. Ал, келесі. Келесі оқушы кім кетеді екен? Мерейден сұрақ, Еркеназдан жауап. Батыр Баян өзінің інісін не үшін өлтіргеніне қапа болды? Себебі ол Батыр Баянның жалғыз бауыры бол, және де ол жалғыз бауырын өлтіргенге өкінді. Өкініш ойлады, иә? Жақсы. Келесі, үшінші оқушыны ашай. Мұхамеджаннан сұрақ, Нұрайдан жауап. Сұрақ ғой Мұхамеджан. Мағжан Жұмабаев қай жылы тұтқындалды? Мағжан Жұмабаев 1929 жылы тұтқынға алынды. Балалар, жарайсыңдар, өте жақсы үй тапсырмасына барлығымыз өз ойымызды жүйелі, нақты жауап бере білдік, иә? Тамаша, осы тұста бір-бірімізге қол шапалақтап қойып. Енді балалар, осы тұста мен сіздерді алдыларыңыздағы суретке қарап отырған шығарсыздар, әр топты мен топқа бөліп қарастырдым. Бірінші топ бізде кімнің тобы екен? Батыр Баянның тобы екен, міне. Екінші топ бізде Ноян, Батыр Ноян, Баянның інісі. Үшінші топ Қалмақ қызы, Құралайдың тобы, иә? Құралайдың тобы, өте жақсы. Енді балалар, осы тұста біз сіздермен бүгін жаңа сабағымыз міне Батыр Баян поэмасының сюжет пен композиция не үшін сұрап отырмын? Композициялық құрылымы бүгінгі біздің тақырыбымыз. Дәптерді ашып, бүгінгі күнді жазайық. Олай болатын болса, балалар, біз бүгін ең алдымен бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаттарымен танысып алайық. Қараңыздар, тақтаға бірінші мақсатымыз әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау. Екінші мақсатымыз әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау. Міне осы мақсатқа жету үшін біз бүгін түрлі тапсырмалар орындайтын боламыз. Жақсы, олай болатын болса, балалар, біз осыған дейін шығарманың тақырыбымен, идеясымен таныстық, иә? Мазмұнын барлығымыз білеміз. Енді осы тұста мен қазір сіздерге тапсырма беретін боламын. Шығарманың сюжеттік композициялық құрылысына талдау жасаңыз. Бірінші тапсырма бұл жеке жұмыс. Балалар, дәптерді ашамыз, жылдам. Бірінші, оқиғаның басталуы, оқиғаның байланысы, оқиғаның дамуы, оқиғаның шиеленісуі, оқиғаның шарықтау шегі, оқиғаның шешімі. Оқиға, поэма қалай аяқталды? Осыны жылдам жазып шығамыз. Олай болса, балалар, дайынбыз ба? Аяқталды. Бірінші топтан кім оқиды? Жақсы, оқи қойды. Оқиғаның басталуы, Батыр Баянның майданнан оралуы,
оқиғаның байланысы қалмақ қызының ілесіп келуі, оқиғаның дамуы, қалмақ қызы Құралайдың ноянды ұнатып қалуы, оқиғаның шиеленісуі, ноян мен Құралайдың өз ауылынан қашып қыздың ауылына кетуі, оқиғаның шарықтау шегі, қос ғашықтың қолға түсуі, оқиғаның шешімі, екі ғашықтың батырдың қолынан қаза табуы. Жақсы. Ал мына топтарда салыстырып көреміз, қандай ұқсастық айырмашылықтар бар екенін. Ал кім оқиды? Ахмеди оқи ғой. Оқиғаның басталуы, халықтың жиналуы, оқиғаның байланысты, Батыр Баянның қалмақ қызына келуі, оқиғаның дамуы, ноянның ғашық болуы, оқиғаның шиеленісуі, екі ғашықтың қашып кетуі, оқиғаның шарықтау шегі, Баянның екі ғашықты өлтіруі, оқиғаның шешімі, Батыр Баянның ерлікпен қайтыс болуы. Ал үшінші топтан кім оқиды? Кәне, Айгерім оқи ғой. Оқиғаның басталуы, хандар мен билердің жиналуы, оқиғаның байланысы, Батыр Баян қалмақ қызын алып келуі, оқиғаның дамуы, ноян қалмақ қызы Құралайды ұнатуы, оқиғаның шиеленісуі, ноян мен қыз қашып кетуі, оқиғаның шарықтау шегі, екеуін Батыр Баян ұстап алуы. Балалар, жаңа сіздер поэмалы сюжетті композициялық талдау жасадыңдар, мазмұны бойынша оқиғаның басталуынан шешіміне дейін. Ал қазір мен мұнда әр топ осы жерде екі яшықтар таңдайды. Мен бұл яшықтарға поэмадан үзінділер жасырдым. Сол үзінділер енді осы жерде поэманың оқиғаның қай тұсына сай келеді? Шешіміне ма, байланысына ма, дамуына ма, соны табамыз. Енді біз сол жердегі өлең шумақтар арқылы табатын боламыз. Жай осы тапсырманы бір пысықтан өтейік. Осы әдіс арқылы кеттік. Бірінші топ қай яшықты таңдаймыз? Екі. Екінші яшықты ашайын. Ал азырақ азық алып, қару жарақ, жүйрікке әсем әбзел тұрман салды. Уақыт кетіп жатыр. 20 секунд қалды. Ойланыңдар. Қай кезде азырақ азық алып, қару жарақ, жүйрікке әсем әбзел тұрман салды? Бұл қай тұсы оқиғаның? Ол қай тұсы? Қайсысы? А дейді. Шиеленісуі дейді, я? Олай болатын болса, ашып көрейін шиеленісуі деген жауапты. Өте жақсы, шиеленісуі. Екінші яшық қайсысын таңдаймыз? 5 дейді. Жақсы. Ал бұл өлең шумақтар не дейді? Жиналған өңшең бөрі бурабайға, алаштың кебесіндей ізгі жайға, батырлар бұғаудағы арыстандай абылай тұңғиық бір терең ойда. Ал оқиғаның басталуы дейді. Алаш көрейік. Оқиғаның басталуы бұ дейді. Өте жақсы. Я, жаңа сіздер талдаған кезде айттыңыздар, басталуы батырлардың жиынынан басталған деп, я? Жақсы. Кеттік. Екінші топ ноян тобы. Сіздер бірінші яшық па? Бірінші яшық аша қояйық. Ал тыңдар. Жауының бір жорықта бір сұлуын ер баян алып қайтқан артына сап. Қайсысы? Оқиғаның байланысы дейді. Осылай ма? Барлықтарыңыздың ойларыңыз бар? Біреуіңіздің ғана ма? Жоқ, барлықтарыңыз жақсы. Олай болса ашып көрейін. Өте жақсы, дұрыс айтасыз. Оқиға басталды, одан кейін байланысында қалмақ қызын өзімен бірге алып келеді, е? Ал 6. Сол ұшқын өртке айналып, жап-жас ноян, алысып жүрегімен ала сырған. Ақылдаса, ашайын. Оқиғаның дамуы. Жақсы, оқиғаның дамуын ашып көрейік онда. Өте жақсы, дұрыс айтасыздар. Оқиғаның дамуы. Қай сәті бұл? Қай кезі? Ғашық болған сәті, я, өте жақсы. Ал енді Құралай тобы, үшінші қалмақ қызы. Қай яшық таңдаймыз? Үшінші яшық. Жаудан да мейірімді болып жылады, жеті күңіреніп, ер денесін құммен жауып. Ақылдасамыз. Қайсысы? Үңкәр? Шешім.
шешімі. Оқиғаның шешімі. Ал басып көрейін шешімі. Өте жақсы. Ең жақсы. Ал соңғы яшық қалды. Төртінші яшықты ашайын. Оқ тиіп жүрегінен, құлап түсті атынан бүктетіліп бөбек ноян. Қайсысы қалды енді? Қайсысы қалды? Шарықтау шегі. Ашып көрейін вариантын. Өте жақсы. Шарықтау шегі. Жарайсыңдар балалар. Берілген 6 сұрақтың барлығына түгелімен дұрыс жауап бердіңіздер. Балалар, біздегі келесі тапсырма, екінші тапсырма әдеби шеңбер әдісі. Қараймыз. Мына жерде біз қазір мен 3 топқа 3 түрлі рөл беремін. Рөл болғанда соның бірін таңдаймыз да жырдың бөлімдерін талқылайтын боламыз. Олар қандай рөлдер? Біріншісі топ, бізде талқы себепшісі. Сіздер Батыр Баянның әрекетіне қандай баға берер едіңдер? Ноянды өлтіргені дұрыс па? Оның орнында болсаңдар, не істер едіңдер? Осы сұрақтар төңірегінде талқылайсыздар. Өз ойларыңызды ортаға саласыздар. Екінші топ сіздер белгілеуші. Жырдың қай бөлімін ең маңызды деп санайсыңдар? Не себепті? Осыған ұқсас қандай шығармаларды білесіңдер? Соларды да атап салыстырып өтсеңіздер болады. Үшінші топ қорытындылаушы топ. Бұл топ поэмадағы өзекті мәселе махаббат үшін күрес пе әлде ер намыс ма? Елжандылық сезім, туысқаншылық сезімнен биік болу керек пе? Бүгінгі өмірмен байланысын атап көрсетесіздер. Тапсырма түсінікті ме? Олай болса, іске сәт бастаймыз. Балалар, уақыт аяқталды. Кәне, бірінші топ, сіздер келіңіздер. Бірінші топ, сыздан. Шағылыңыздар. Сіздер бірінші топ берілген тапсырма. Батыр Баянның әрекетіне қандай баға берер едіңдер? Ноянды өлтірген дұрыс па? Оның орнында болсаңдар не істер едіңдер? Ал жігіттер сөйлейміз. Біз осы тұста Батыр Баянның өзіне тоқтала кетсек, ол ең бірінші батырлығы Алашқа аян. Ол Абылай ханның өзінің сенімді серігі болған және көптеген қолдарды басқарып, Алашқа батырлығы аян екенін, Алашқа батырлығы аян болған. Ол ханның қанаты. Себебі ол Абылай жаңа айтқандай Абылай хан оған өте сенімді болғандықтан, ол Батыр Баянға өзінің тапсырмаларын беруге сеніп тапсырып отқан. Ол намысшыл. Жақсы балалар, рахмет. Жауаптарыңызға тұра қойыңыздар. Жақсы балалар, олай болса екінші топ дайынсыз ба? Иә. Кім бастайды? Мен үшін бұл жерде ең маңызды сәттердің бірі бұл Батыр Баян Ноян мен Қалмақ қызы Құралайды өлтірген болады. Және Батыр Баян іс-әрекеті дұрыс деп ойлаймын. Себебі Ноян өз елін ғана емес, және өзінің ағасын сатып кеткен. Жоқтармен қай бөлімді ең маңызды деп санайсыздар? Сол туралы айтып жатсыздар, иә? Сіз ең соңғы екі ғашықты өлтірген үшін деп айттыңыз, иә? Жақсы. Мен Ильястың айтқанын аша кетсем, яғни бұл жақта Нояндікі дұрыс болмады. Ол өзінің елін сатып кетті, яғни ол өзінің елін сатып басқа елге кетіп қалды қыздың артынан. Және де ол өзінің ағасына да сатқындық жасағандай болып тұрды. Себебі ең бірінші Қалмақ қызын осы жиынға алып келген Батыр Баян болатын. Оны бірінші жақсы көрген Батыр Баян болатын, бірақ та қыз бен Ноян бірге қашып кетті, және де сол себепті Ноян өзінің ағасына да сатқындық жасады. Шектеулі, біздің үшінші топты шақырайық, балалар. Үшінші топ дайынсыз ба? Келіңіздер, жылдам. Жылдам. Сіздерге поэмадағы өзекті мәселе махаббат үшін күрес пе, әлде ер намыс ма дейді. Елжандылық сезім, туысқаншылық сезімнен биік болу керек па? Бүгінгі өмірмен байланысын атап көрсетіңіздер. Менің ойымша бұл жерде ер намысы дұрыс деп ойлаймын. Себебі Құралай мен Ноян өз еліне сатқындық жасап қашып кетті. Сол үшін Батыр Баян, яғни Ноянның ағасы оларды Садақпен аттай Ноян мен Құралайдың қашып кеткен дұрыс болмады. Себебі олар бір-бірін жақсы көрсе, өз елінде бақытты болалар еді. Өз елінде де дейсіз ба? Оған Баян мүмкіндік беретін беді? Сөйлесетін беді?
егер шын жақсы көрсе болатын жоқ. Жақсы. Ал тағы Әйгерім. Екінші сұрақ бізде елжандылық сезім туысқаншылық сезіммен биік болуы керек пе? Елжандылық сезім туысқаншылық сезімнен биік болуы керек. Себебі әр адам отаны үшін бүкіліне бару керек. Себебі Туысқаннан да артық жақсы көру керек. Туысқаннан да артық жақсы көру. Балалар, екінші тапсырманы тамаша орындадыңыздар топпен, өз ойларыңызды нақты, жүйелі айта білдіңіздер. Біз енді үшінші тапсырмаға көшейік. Бұл жерде жеке жұмыс, шығармашылық жұмыс деп айтсақ та болады. Бұл рафт әдісі арқылы іске асырамыз. Бұл тапсырманы қараймыз тақтаға. Бірінші, екінші, үшінші топқа берілді. Түсінікті ма тапсырма? Ал бастаймыз. Жылдан. Ал балалар дайынсыз ба? Бірінші топтан кім оқиды? Жас Айдын. Сәлем, інім Ноян, мен Баян. Я білем мен, сені өз қолыммен мерт қылдым. Менікі дұрыс емес, ақылым өліп, ашуым қозып өз-өзімді ұстай алмай қалдым. Кешірші мені, жалғыз інім. Мен сені енді қайтара алмаймын, алда өмірде кездескенше. Жақсы. Ал екінші топ сіздер Ноянның рөлінде болу керек, Ноянның рөлінде. Жақсы. Ал Еркеназ. Армысыздар халқым. Мен Ноянмын. Мен өзімнің ісім үшін сіздерден кешірім сұраймын. Мен қалмақ қызына ғашық болып, махаббаттан көзім байланып көрмей қалдым. Өз елімді сатқан мен ақмақпын. Енді кешіре алсаңыздар, кешіре көріңіздер. Жақсы. Ал қалмақ қызы Құралай тобы. Бекзат. Сәлеметсіз бе, Баян аға, мен сізден кешірім сұрағым келеді. Мен өмірімде үлкен қателік жасадым. Бұл ісіме қатты өкінем. Мен Ноянды бұл іске өзім салдым. Сіздің де ашулануыңызға мен себепшімін. Мен өзімнің елімді қатты көргім келген соң, қандай жаман іс, қателіктер жібергенімді енді ғана түсіндім. Сізден тағы да кешірім сұраймын. Өте жақсы балалар. Өте жақсы балалар. Сіздерде қазір мен көріп отырмын. Әр қайсыңыз өздеріңізге бөлінген рөлді алып, осы бойынша хат жазып, әңгіме жазып, бүгінгі бізде жан-жақты біз шығармадағы кейіпкерлерді гуманистік тұрғыдан талдап, олардың іс-әрекетіне баға бердік. Өте жақсы. Енді балалар, бүгінгі сабаққа кері байланыс беру үшін барлықтарыңыз ұялы телефондарыңызды алсаңыздар. Қазір мен осы тұста. Балалар, сіздердің ұялы телефондарыңызға, мен WhatsApp чаттарыңызға қазір осы тақтаның сілтемесін жібердім. Осы тұста бүгінгі сабаққа кері байланыс жібереміз. Осы тұсқа жіберген кері байланыстарымыз қазір тақтадан көріне береді. Бастаймыз балалар. Жібере беріңіздер, кері байланыстарымызды жақсы. Бізге қазір Мединадан, Ерназардан, Айдыннан, Ертеден кері байланыс түсіп жатыр. Өте жақсы балалар. Жылдан қалғандарымыз Рамазаннан. Әр топтың басшылары маған бағалау парақтарыңызды жинап беріңіздер. Жылдамдатып, әр тапсырма бойынша мен бағалап отырыңыздар. Бағана бері сіздер бір критерий бойынша. Жылдам. Жақсы. Әкеліп болыңыздар. Жақсы. Олай болатын болса балалар, күнделіктерімізді алайық. Бүгінгі сабаққа, келесі сабақтың үй тапсырмасына назар аударайық, тақтаға қарап. Кейіпкерлердің тарихтағы бейнесі туралы мәлімет іздеп келу үйге. Көрдіңіздер ме тақтаны? Кейіпкерлердің тарихтағы бейнесі туралы мәлімет іздеп келу. Қандай кейіпкерлер туралы? Батыр Баян туралы. Бұл кейіпкер тағы қандай хан бар бұл жерде? Абылай хан туралы мәлімет іздеп келуге болады, үй тапсырмасы түсінікті ме балалар? Жақсы. Олай болса балалар, сіздерге үлкен рахмет. Бүгінгі сабаққа белсене қатысқан оқушыларға қазір сіздерге бағаларыңызды қоямын күнделікке. Сау болыңыздар.